Достар, мен кешегі видеода айтқанмын, укритті мен өзім бір дәрін жағамын деп, дұрыс па? Сол крем менде қазір бар. Егер сізде укрит болса, осы дәріні пайдалану керексіздер. Себебі бұл беттегі әжімдердің бәрін кетіреді, бетіңізді жақсартады, және укриттің бәрін жарап кетіреді. Бұл дәрінің, әрбір дәрінің срогі бар, достар. Бірақ осы дәрінің 3 жыл срогі бар. Сол 3 срогына қарап не істеуіңіз керек. Себебі срогына қарамасаңыз, срогы өтіп кеткен болса, ол дәрі сіздің бетіңізді укрит кетірудің орнына укрит тастырып, немесе басқа жара тастыру мүмкін. Сол үшін әрбір дәрінің жарамдылық мерзімін, срогын қарау өте тиісті. Егер срогын қарамай алсаңыз, бетіңізге зиян, және денеңізге де зиян болуы мүмкін. Ол дәрінің аты, сол дәрінің аты Левомакол. Левомакол мазы. Бұның жарамдылық мерзімі 1 жыл қалды. 23 айдың 19 күні. Не істеген? Достар, енді бұл мазы не істейді? Укритті жалап кетіреді. Сіз бұны любой кезде жағуыңызға болады. Не істейді? Ең алдымен жаққаннан кейін, бұл негізі сулы болмайды. Не болса 3 жыл болғандықтан, 2 жыл болғандықтан сулы болып кеткенмен сулы болмайды. Ал осыны біз тек қана любой кезде жағуымызға болады. Қай кезде жағамыз? Қай кезде жағатынымызды айтып өтсем, бұны азанда кешке жағсақ болады. Сіздерге укрит болса, осыны жағуға кеңес беремін. Осы Левомакол жақпасын. Достар, енді осы мәтін болды. Ал ертең кездескенше. Всем пока. Комментарияға қандай жақпамады айтайын. Сепкілді кім ба, оны ертең айтам. Егер осы видеоны көп адам лайк басса.